Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте тез жасалатын құймақтар дайындаймыз. Ең әуелі ыдысымызға жұмыртқа менен қантты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне жылы су құямыз. Барлығын араластырғаннан кейін үстіне електен өткізілген ұн саламыз. Кейін үстіне сұйық май қосып, барлығын ең соңғы рет жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен қызып тұрған табада екі жағынан қызырғанша пісіріп аламыз. Оттың асты ең жай жылдамдығында шығып тұруы тиіс. Осылай жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.